Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен кереметтей үй жағдайында фарштан фрикадельки жасап және оны лапшамен ұсынатын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға фаршымызды салып тұз саламыз және фаршқа арналған менде осындай дәмдеуіш бар екен, болса қосыңыздар. Одан кейін паприка қосатын боламын. Пиязды қолмен турасаңыздар да болады. Мен бірақ үй жағдайында блендер болған соң осымен өткізіп алдым. Егер болмаса қолмен турай беріңіздер. Енді осының бәрін жақсылап араластырамыз. Толықтай дәмдеуіштер сіңу үшін, тұзы сіңу үшін жақсылап араластырыңыздар 1-2 минуттай. Одан кейін осылай домалақтап шарик жасайтын боламыз. Міне көлемін сіздерге көрсетейін. Осындай болса жеткілікті. Кейін майға қуырылады, ол тағы да кішкене кішірейетін болады. Міне тағы да көрсетейін сіздерге қазір. Міне қараңыздар, осылай жасап аласыздар. Мен бәрін жасап алдым. Міне осындай болып шықты. Сіздерге көрсетіп жатырмын. Енді бізге қуыру үшін майға сәбіз, пияз және картоп және осындай бұрыш керек болады. Табамызға майымызды қыздырып осы шариктарымызды саламыз. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай. Сосын бір жақ қызарады, шетінен аударасыздар. Міне осылай. Көрдіңіздер ме? Қараңыздар, әдемі болып қызарып. Бұны қазір тағы да бұқтыратын боламыз. Қазірше осылай қызартып аласыздар. Міне бәрін толықтай майдан аламыз. Өздеріңіз көріп тұрсыздар қазір. Толықтай алыңыздар. Енді осыған, осы майымызға, жаңағы фаршты қуырған майымызға пиязды қуыра беріңіздер. Дәмі керемет болып шығады, басқа май құйып олай істемей, осыған қуыра беріңіздер. Одан кейін сәбізді жақсылап қуырып аламыз. Сәбізден кейін картопты саламын. Бәрін жақсылап қуырамын. Осылай. Енді толықтай қуырылуға аз уақыт қалған кезде тұз себетін боласыздар. Одан кейін томат қосатын боласыздар. Қызару керек, кішкене қызартып, әдемілеп тағы да қуырып жіберіңіздер. Міне осылай мен сіздерге жақындап көрсетейінші. Міне осылай болады. Одан кейін қайнаған су құятын боламыз. Қайнаған суды кішкене табамыздың бетіне асырып құятын боласыздар. Мен құрамына жазып кететін болам, қанша құйғанымды. Осылай қайнайды. Қайнағаннан кейін нетесіздер, тұзын көресіздер. Одан кейін осылай лапшамызды саламыз. Міне менде осылай магазиннен алдым. Кәдімгі жайма деп тұрады сыртында, бірақ осылай лапшасын алдым. Сондықтан сіздер де алып көріп, жасап көріңіздер. Тез дайын болады тамақ. Одан кейін осылай жаңа қуырып алған шариктарымызды осылай бетіне орналастырып шығамыз. Енді осыны 30-40 минуттай бұқтыратын боламыз. Енді сіздер тексересіздер ғой, жаңа тестасы пісті ме, соған қарай. Ең соңында осылай бұрышты салдым. Себебі мен бұрышты қуырмаймын, дәмі ерекше бұрыштан шығып тұру үшін осылай дайын болған кезде сырмен араластырып себе саламын. Егер үйлеріңізде болса қоссаңыздар, осылай тамақтарыңыз әдемі болып шығады. Егер жоқ болған жағдайда осылай ас көктермен де әрлеп, сәндеп бере берсеңіздер болады. Енді мен сіздерге салып көрсетейін, қалай болып шыққан. Қараңыздаршы, міне керемет болып шығады. Міне лапшалардың бәрі жабыспайды. Міне жасап көріңіздер, үй жағдайында ең оңай тамақтардың бірі. Міне мен сіздерге көрсетіп жатырмын. Ыстықтай керемет. Міне сырын қараңыздар, еріп, жаңағындай қызыл бұрышпен әдемі болып тұр. Бетіне ас көк сеуіп. Міне керемет болып шықты. Ас болсын, жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Лайк басып, тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар.